Аллаға қарсы жасалған ең алғашқы күнә қандай екенін білесіз бе? Бұл жайлы Құранда баяндалады. Ол кезде Алланың жаратылыстарынан періштелер, ібіліс шайтан бар еді. Періштелер нұрдан жаратылған, ібіліс оттан. Ібіліс өте білімді еді. Ол Аллаға құлшылық етіп жүрген. Сөйтіп Алла топырақтан адамды жаратты. Оған жан берді. Періштелер мен ібіліске менің жаратылысым адамға сәжде жасаңдар деді. Құрмет ретінде Алланың бұйрығына бойсыну ретінде. Періштелер бірден сәжде жасады. Ібіліс жасамай қойды. Алла сұрады: ібіліс, сені не тоқтатты? Менің бұйрығыма бойсынуға не тоқтатты? Сонда ібіліс айтты: мен бұдан жақсырақпын. Мен оттан жаратылдым, бұл топырақтан жаратылды. Сөйтіп ібіліс Аллаға қарсы шыққан үшін жәннаттан қуылды. Ібіліс Аллаға айтты: «Я Алла, маған қияметке дейін уақыт берші. Мен сол адамдарды азғырамын. Алдынан келемін, артынан келемін, төбесінен, төменінен, оң жағынан, сол жағынан, отбасын мен барып азғырамын, дауысын мен барып азғырамын. Сол кезде сен көп адамдардың саған шүкірсіз екенін көретін боласың» деді. Сол кезде Алла менің құлдарым күнә жасап, артынан тәубе етуін тоқтатпаса, мен оларды кешіре беремін деді. Бұл оқиғадан не түсінеміз бауырлар? Тәкаппарлық үлкен күнә. Үлкендігі соншалық ібілісті жәннаттан қуды. Сондықтан да адамдарға айтады: кімнің жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болса, ол адам жәннатқа кірмейді дейді. Екіншіден, жалпы адамдар өмірде мен біреуден артығырақпын, күшім көбірек, түрім әдемірек деген сияқты мақтау сөздерін айтатын болса, біліп қойсын, ол ібілістің үйретіп кеткен істерінен. Үшіншіден, неге ібіліс мен одан мықтырақпын деді? Ол топырақтан, мен оттан деді. Қазір ғалымдар зерттеп жатыр, топырақтың отқа қарағанда артықшылықтар көбірек екен. Топырақ ол өмірдің бастауы, тіршіліктің бастауы. Ал от керісінше өртеген нәрсесін жоқ қылады. От топырақты өртей алмайды, бірақ топырақ отты өшіре алады. Осы сияқты бірнеше аргументтерді ғалымдар келтіріп жатыр. Бірақ ібіліс өте білімді ғой. Неге бұлай шатасты? Сөйтсе тәкаппарлық білімнің көзін тұмшалайды екен. Адам да тәкаппарланған кезде бүкіл білімнің есіктерін жауып қояды екен. Сондықтан да ібіліс қателесті және ең алғашқы Аллаға қарсы тәкаппарлық деген күнәні жасады.